Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге ерекше булочканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді, нәзік, шай ішкенде керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Қантымызды алып, 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Миксер болса, миксермен араластырамыз. Осылайша бәрін араластырып алып, қамыр қопсытқышымызды саламыз. Онан кейін сұйық майымызды құямыз. Онан кейін құрғақ дрожжымызды саламыз. Сүтімізді, жылы сүтімізді құйып, араластырып, електен өткізген ұнымызды салып, қамырымызды иілейміз. 1 қасық, кішкентай қасық уксус құямыз. Мен алма уксусын құйдым. Осылайша қамырымызды жақсылап бастырып илеп аламыз, жұмсақ болғанша. Қамырды алып 2-ге бөлеміз. Екінші бөлігіне 2 қасық какао салып, 1 келкі етіп, тағы да араласқанша қамырымызды жақсылап илеп, бетін жауып аштып қоямыз. 30-40 минут қойып қойсақ. Мінекей қамырымыз ашыды, дайын болды. Керекті бөлшектерге бөліп аласыздар. Онан кейін булочканың формасын жасауға кірісеміз. Бірінші қамырымызды алып, ортасына какаодан жасалған қамырды салып, осылайша жаямыз. Шет-шеттерін ұзынша етіп кесіп аламыз осылай. Онан кейін спираль тәрізді қылып осылай бұраймыз. Барлығын бұрап аламыз кесілген жерлерін. Жоғарыдан төмен қарата қамырымызды орап, булочканың формасын осылай шығарамыз. Міне осылай. Осылайша барлық бөлшектерді осылай жайып, формасын шығарып, булочканы бәрін дайындап аламыз. Осылай шет-шеттерін кесеміз. Бұраған кезде бір-біріне жабыстырып қою қажет. Бұралғандары тарқап кетпеу үшін осылай бір-бірімен жабыстырып, осылай ыңғайлы болады. Барлық спиральдарын өстіп бұрап аласыздар. Жоғарыдан төмен қарата қамырды орап, булочканың тағы да осылай формасын осылай бәрін шығарып аласыздар. Жабысқан жерін астыңғы жағына қоясыздар. Мінекей бәрін формасын шығарып алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Духовкаға, қысып тұрған духовкаға 170 градусқа 20-30 минутта пісіріп аламыз. Осылайша керемет, нәзік, жұмсақ какаоның иісі бұрқыраған булочкамыз дайын болды. Барлықтарыңа аз болсын дегім келеді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға аз болсын. Сіздермен болған мен Жанар.